ұбт-да әр пән бойынша қанша балл жинау керек? Және ұбт нәтижесі бойынша баға қойылады ма? ұбт нәтижесі бойынша оқушыға ешқандай баға қойылмайды. Және ұбт нәтижесі бойынша мұғалімнің ешқандай баға қоюға құқысы жоқ. Мұғалім тек қана сенің мектептегі көрсеткішіне байланысты баға қояды. Ал ұбт нәтижесі тек қана университетке түсу үшін ғана тапсырылатын тест. Кейбір мұғалімдер өз оқушыларынан тарихтан 7 балдан А жинаса саған 2 қоям. Немесе таңдау пәндерінен 15 балдан А жинаса саған 2 қоям дейді. Бірақ бұл жалған ақпарат. ұбт-дан университетке қабылдау үшін кем дегенде 50 балл жинау керек, ал әр пән бойынша 5 балдан жоғары балл жинау керек. Мысалы, сен ұбт-ға бардың, және сол ұбт-дан Қазақстан тарихынан 6 балл, математикалық сауаттылықтан 15 балл, оқу сауаттылығынан 20 балл, бірінші таңдау пәнінен 14, екінші таңдау пәнінен 11 балл алдың делік, жалпы осқанда 66 балл алып шықты. Сен осы ұбт нәтижеңмен грант конкурсына қатыса аласың, немесе университетке ақылы бөлімге түсе аласың. Сенің Қазақстан тарихынан 7 балдан аз балл алғаның, немесе таңдау пәнінен 15 балдан аз балл алғаның ештеңеге кедергі жасамайды. Екінші мысал, сен Қазақстан тарихынан 4 балл, математикалық сауаттылықтан 15 балл, оқу сауаттылығынан 15 балл, бірінші таңдау пәнінен 30 балл, екінші таңдау пәнінен 23 балл алдың делік. Жалпы қосқанда 87 балл алдың делік. Алайда тарихтан 5 балдан аз жинап қалғаның үшін сенің сертификатын жарамсыз. Яғни сен бұл нәтижеңмен грант конкурсына қатыса алмайсың, тіпті университетке ақылы бөлімге де түсе алмай қаласың. Сертификатын жарамды болу үшін әр пәннен кем дегенде 5 балл жинауын керек, ал жалпы қосқанда 50 балдан жоғары жинауын керек. Осы тақырыпқа байланысты қандай сұрақтарың бар, соны төмендегі комментарийға қалдырып кет.